Сәлем достар, қалайсыздар? Сіздерді құттықтаймын. Бүгінгі біздің алғашқы сабағымызға қош келдіңіздер. Өздеріңіздің біліміңізге инвестиция жасағандарыңызға былай айтқан кезде мында бір алғыс. Адамның өмірі ол қабылдаған шешімдеріне байланысты. Сіздер сол өзіңіздің біліміңізге инвестиция жасап, дұрыс шешім қабылдадыңыздар. Бұйырса осы өзіңізге салған біліміңізге салған инвестиция 10 есе ақталады деген ойдамын. Сондықтан да көпке созбай сабағымызды бастайық. Мені танымайтын адамдар болса, есімім Ернар Батыралиев болады. Осы соңғы 5 жылда осы интернет-маркетингпен айналысып келемін. Жүздеген компанияларға осы интернет-маркетингті былай айтқан кезде осы арқылы жұмыс жасап, ол кісілерге клиент әкеліп, олардың табыстарын көтерген болатын. Қазіргі таңда өзім кәсіпкермін, өзімнің интернет-магазиндерім бар. Осы арқылы 10 миллионнан астам табыс тауып отырмын. Сондықтан да мен сіздерге осы салада қалай ақша тауып жатырмын, қандай схемалармен жасап жатырмыз, сол туралы осы курста барлығын бұйырса айтатын боламыз. Кеттік. Ендеше мен өзімді былай айтқан кезде осы саладағы жүздеген былай айтқан кезде қателіктердің арқасында көптеген кейбір воронкалары дұрыс жұмыс жасамады, кейбір схемалары дұрыс жұмыс жасады да, солардың барлығын былай айтқан кезде өзімнің тәжірибеммен бөлісемін. Бұл еш жерден бір жерден алып бір оқып алған нәрсе емес. Өзім реально қазіргі таңда өзім жаңа онлайн магазиндерім бар. Осыны қалай жасап жатырмыз, қандай схемамен жасап жатырмыз, соны бәрін сіздерге айтып көрсететін боламыз. Кеттік. Ендеше былай айтқан кезде мен жаңа осы уақытқа дейін мен берген білімдер арқылы өздерінің табыстарын тапқан студенттерді көрсетіп кетейін. Біріншіден бұл жерде Мұхаммед және Азизбек деген жігіт, 19 жастағы жігіттер, осы мен берген схема арқылы өздерінің интернет-магазиндерін ашып, табысын миллионнан асырды. Қарапайым схема, қарапайым айтқан нәрсені жасады. Мысалы, осы курста сол схемаларды, сол сабақтарды сіздерге беретін боламыз. Сол сабақтар арқылы сіздерде сондай нәтижеге бұйырса, айтылған нәрсені істесеңіздер, сондай нәтижеге жетесіздер. Көрдіңіздер, содан кейін екіншісі, қазіргі таңда менімен бірге серіктес Рафхат деген жігіт Атырау қаласынан осы жаз айында менен жеке оқыған болатын. Тоже өзінің жаңа AirPods сататын магазиндер болды, қалай табысын көтерерін білмеді. Содан кейін маған келіп, полный мысалы осы сабақта, осы курста берілетін білімдерді қолдану арқылы өзінің айтқан кезде табысын 2 есе өсірді. Қазір ол менімен бірге серіктес болу арқылы екеуміздің қазіргі таңда электроника магазиніміз бар. Сол сияқты сіздерге берілетін білімдер ол қарапайым білімдер, былай айтқан сверхъестественный нәрселер емес. Кез келген адам оны жасай алады. Бірақ ол нәрсені поэтапный схема бойынша, формула бойынша жасасаң, нәтиже береді. Түсіндіре алдым деп ойлаймын, Кеттік. Жаңа айтқандай, нәтижемен ешкім спорт ете алмайды. Сіздерге көрсеттім. Жаңа мен берген білімдер арқылы, құралдар арқылы нәтиже тауып жатырғанын, нәтиже алып жатырғанын, енді сол нәрселерді сіздер осы сабақта алатын боласыздар. Енді маған өзіммен дайрегіме осындай көптеген сұрақтар келеді. Жаңа Instagram арқылы сата алмай отырмын, жаңа товарный бизнеспен айналысам, қалай дамытам, услугамен айналысатын едім, не істесем болады, неден бастаймын, қалай сатамын деген сияқты көптеген запростар бар. Мен барынша ол сұрақтардың барлығына жауап берем, былай айтқан кезде, бірақ физикалық тұрғыда мен ол нәрселерге үлгере алмаймын да. Сондықтан да осы курсты былай айтқан кезде от и до, мысалы сіз қазір 0 болсаңыз, бизнес қалай товарный бизнеспен айналысуға болады деп айтып жатсаңыз, сол туралы схеманы от и до сіздерге барлығын көрсетіп беретін боламыз. Сіздерге түсіндіре алдым деп ойлаймын, қарапайым тілде барлығын түсіндіріп жатырмын. Енді барлық адамдар сұрақтар мен проблемалар бірдей. Былай айтқан кезде, қалай сала таңдаймын, қалай оны рекламаға жіберемін, қалай баннер жасаймын, қалай реклама жасаймын деп айтып жатады да, былай айтқан кезде. Енді мен оның бір нәрсені қайталап бергім келмейді. Мен осы айтылған сұрақтарға, бүткіл сұрақтарыңызға осы курста жауаптарын барлығын алатын боласыздар. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Бұл айтқан кезде осы курсты жасау үшін почти біз 3 ай уақытымызды жұмсадық. И бұл айтқан кезде бұл уже бір 2,5 миллионнан астам қаржыда құйылды осы курсты жасау үшін. Сондықтан да бұл нәрсе бұл идеальный шыққан курс деп айта аламыз. Сондықтан да тек қана сізден керек нәрсе сол айтылған нәрселерді жасау. Түсіндіре алдым деп ойлаймын, Кеттік. Енді менде курсқа тіркелгендердің барлық полный списогі бар. Кім қанша теңге табады, жасы нешеде, біреу там Instagram маркетолог, біреу енді кәсібін бастап жатыр, біреудің енді бизнесі бар дегендей сияқты. Түсіндіре алдым деп ойлаймын, Қазір енді өздеріңіздің точка аларыңызды анықтап алыңыздар. Қазір сен қандай дәрежеде тұрсың? Мен енді бизнес ашайын деп тұрмын. Точка Б қандай?
бизнес ашқан интернет магазині бар, табысы осындай адаммын дегендей сияқты. Түсіндіре алдым ғой, иә? Енді содан кейін осы курсты оқып тапсырмаларды орындап әрекеттер жасағаннан кейін жететін, жаңа айтқандай Б точкаңызды жазыңыз, анықтап алыңыз. Мысалы сіз жаңа айтқандай 0 и бизнес ашқыңыз келеді, Инстаграм магазин ашқыңыз, товарный бизнеспен айналысқыңыз келеді. Точка баға соны қоясыз. Мен товарный бизнес ашқан, осындай саланы таңдаған, табысы осындай дегендей сияқты. Түсіндіре алдым ғой, иә? Мысалы тағы да айтып кетейін, айына миллион оборотқа шығу дегендей нақты точка Б белгілену керек. Себебі адамда реально финишный черта болу керек та. Міне мен аны жасадым, қазір мынандайдамын, қазір мына дәрежеде тұрмын, и мен мына дәрежеге жетем дегендей сияқты. Түсіндіре алдым деп ойлаймын, иә? Мына нәрсе маңызды. Мен сіздерге былай айтқан кезде бір сіздің мамаңыз емеспін, немесе сіздің няняңыз емеспін деген сияқты, иә. Мен сіздерден үй тапсырмасын орындадым ба деп сұрамаймын. Себебі бұл нәрсе сізге керек нәрсе. Сабақты қарап шықтым ба, былай айтқан шаршап қалмадым ба деген сияқты, иә, мысалы айтқанда. Сондықтан да жертва болып қажеті жоқ. Реально бұл нәрсе өзің үшін керек. Бұл жерде мен ойлаймын, кішкентай балдар жоқ деп ойлаймын. Өз өмірін жауапкершілікке алған жігіттер мен қыздар отыр деген ойдамын. Хорошо, трезво былай айтқан кезде осознанный адамсыздар. Содан кейін тағы да мынандай нәрсе, мынандай сөздерді ойларыңыздан алып тастаңыздар. Сөздік тіркестеріңізден анау болмай жатыр, мынау жоқ, ананы қайтем деп отырмай, былай айтқан кезде өздеріңізді критикалық ойлау қабілеттеріңізді қосыңыздар. В принципе, андай мысалы бір қарапайым сұрақтарды YouTube'дан, Яндекстен, Google'дан табуға болады. Түсіндіре алдым ғой? Ойлау қабілеттеріңіз жертва емес, өзіңіз шеше алатындай жауапкершілікті өзіңізге алыңыз. Жертва деген мынандай нәрсе. Маған ананы істеп беру керек. Но неге ашылмай жатыр? Всегда біреуден бір нәрсе күтіп отырасыз да. Бір нәрсе болмай жатыр ма, өзің шешіп табуға болады. Мынау қосылмай жатыр, мынаны былай қалай Google'дан қарапайым сұрақтарды. Түсіндіре алдым деп ойлаймын, иә? Кеттік. Енді жаңа айтқандай, Google'дан, сол жақтан іздеп алсаң болады. Просто жертва болмаңыз. Түсіндіре алдым деп ойлаймын, иә? Содан кейін тағы келесі ереже, алған білімді сразу пайдаланыңыз. Осы сабақта, осы курста берілетін барлық білімдерді реально, егер уақытылы бәрін орындап отыратын болсаң, нәтижесін аласың. Түсіндіре алдым. Қазір мен сіздерге бір мысал айтып берейін. «Думай богатей» деген кітапты білетін боласыздар, иә? Үлкен жаңа бестселлерді Наполеон Хилл дейтін авторы Наполеон Хилл. И сол Наполеон Хиллдің кітаптарын шығаратын баспахананың бастығы болған. Былай айтқан кезде мына жер атын ұмытып қалып тұрмын, кім екенін білмеймін. Енді қараңыз, бір қызығы, «Думай богатей» кітабын жазған автор, былай айтқан кезде өзі кедей. Өзі кедей. Қараңыз, «Думай богатей» деген кітапты жазған, бірақ ол кедей. Неге деген сұрақ туады? Неге? Қалай, иә? Ол өмірдің соңына дейін кедей болып өткен. Ал баспахананың басшысы бай болып өткен. Қалай? Не деген? Қалай процесс болды деген сұраққа жауап беретін болсақ, сол баспахананың басшысы сол Наполеон Хиллдің жазған кітаптағы айтылған практикалық жаңа тапсырмаларды орындау арқылы, да, сол арқылы ол өзінің былай айтқан кезде осы кітапты сату арқылы табыс тапқан. Сол кітапты жазған адам өзі жазған нәрселерді қолданбаған. Түсіндіре алдым ба? Ал жаңа баспахананың басшысы сол Наполеон Хиллдан авторство алып, сатуға болатын рұқсатын алып, былай айтқан кезде бәрін сол кітапты саттып, байыған. Ал жаңағы автор ол былай айтқан кезде өзінің жазған нәрсесін қолданбаған да. Сондықтан да білім бәріне бірдей беріледі. Формула бәріне бірдей беріледі, иә? Мысалы айтқан кезде өмірлік принцип, өмірде барлық таңдау бар ғой, келсесі ғой, иә? Таңертең ерте тұру немесе тұрмау. Немесе өзін дамыту, өзін дамытпау деген сияқты. Адам бәрі прекрасно біледі, өзін дамытса, дұрыс тамақтанса, дұрыс таңертең тұрса, бір нәтижеге жететін да. Бірақ оны адам істемейді ғой. Істемегендіктен сәйкесінше нәтиже келмейді ғой. Келсесіз ғой. Тура сол сияқты кез келген өмір әділетті өмірді алдай алмайсың. Өзінің закондары бар, өзінің правиласы бар, сол правила бойынша жасайсың, қолданасың. Қолданбасаң, түк просто мына курсты сериал ретінде қарап шықсаң болады да, бір Netflix-тің сериал сияқты бүйтіп отырып қарасаң болады. Бірақ одан ешқандай пайда алмайсың. Түсіндіре алдым ғой? Сенің реально бір нәтижеге жетуің үшін бұл айтылған нәрселерді қолдану керек. 3-ке болса да, просто бычық-бычық былай болса да қолданып жасап көр. Потом 4-ке түзейсің, 5-ке жетілдіресің. Вот, формула осылай. Хорошо, мен всегда осы нәрсені айтам. Просто жасап кету. 3-ке болса да. Түсіндіре алдым ба? Сондықтан да главный нәрсе айтылған бұл жердегі сабақтардың барлығын жасау. Жасасаң ғана нәтижесін аласың. Түсіндіре алдым деп ойлаймын, иә? Жаңа айтқандай, бір адам практикада қолданады, біреулер қолданбайды деген сияқты. Түсіндіре алдым ғой, иә? Барлығы формула қарапайым, барлығы түсінікті деген ойдамын. Енді
курс барысы ережелерімен таныстырып кетейін. Принципе сіздерге жаңа WhatsApp-тарыңызға порталдың ссылкасы барды, өздеріңіздің логин парольдарыңыз. Сол арқылы сабаққа кіресіз. Күнделікті сол шыққан кезде, содан кейін шығып кетесіз порталдан. Сол GetCourse деген портал білесіздер, сол порталға кіресіздер де өздеріңіз сабақтардың барлығы осы жерде модуль-модульмен салынып отыратын болады. Содан кейін сол видео сабақтардың астында чек-листтар, материалдар болады. Мысалы, осы сабақтардың, алдағы болатын сабақтардың бүткіл жаңағы визуальный конспекттері, чек-листтары барлығы салынып отырады. В принципе, курс барысының ережелері дәл осындай. Түсіндіре алдым деп ойлаймын сіздерге. Енді кеттік. Мына нәрсені алып тастаңыздар. Миыңызда анандай бір ерекше бір ожиданиялар қойып алмаңыздар. Всегда біз қай кезде стресске, депрессияға түсеміз, бір өзіміз бір ожидание қоямыз да, қазір мен бүйтем деп. Но на самом деле сен бір жасай алмай қаласың, бүйтіп түсіп қаласың да, и сол кезде сенде стресс и депрессия пайда болады. Сондықтан да кез келген нәрсені жасаған кезде просто жаса, просто әрекетін жасай берші. Нәтижесін аласың, береді да. Потому что біз нәтижеге жауапты емеспіз. Біз тек қана әрекетімізге жауаптымыз. Түсіндіре алдым ғой, Просто көп адамдар және өздеріне жаңа айтқандай ожидание елестетіп алады, и сәйкесінше болмай қалған кезде уже жаңа стресске түсіп, депрессияға түсіп, ары қарай ол нәрсемен айналыспай қалады. Түсіндіре алдым ғой. Сондықтан да бұл курсты бір волшебный палочка ретінде көрмеңіздер. Бұл жерде реально практикалық жұмыстар бар, реально еңбекпен реально жұмыс істеу керек. Иллюзияны алып тастаңыздар. Жаңағы былай айтқан кезде розовый очкиді алып тастаңыздар. Ондай нәрсе жоқ, бір палочка беремін, қазір Ернар береді ме? Там күшті бір миллион теңге тауып кетемін. Ондай жоқ. Еңбек етесің, формула берем, схема берем. Толық бүткіл сабақтар, мощный сабақтар беріледі. Реально керек там, реально ақша табуға, реально құралдар. Там бос сөз емес, бір теория емес, реально практикалық сабақтар беріледі. И сәйкесінше соларды орындау арқылы нәтижесін алатын боласыздар. Түсіндіре алдым ғой, Өздеріңіз әрекет істеп, амал істемегенше өзгерістер орын алмайды. Түсіндіре алдым ғой? Сондықтан да чудо күтпеңіздер. Чудо қай кезде болады? Еңбек етесің, жауапкершілік аласың өміріңге, сол кезде бір нәрсе болады. Түсіндіре алдым деп ойлаймын, Все, вроде барлығы айттым, бәрі түсінікті деген ойдамын. Сондықтан да настрой всегда боевой режимда болу керек, до конца деген настрой болу керек. Сондықтан да бізде көп адамдар басында ойбай деп бастайды да, сосын бір ортасына келгенде бір түсіп бастайды да мотивация. Сондықтан да всегда бізде басында любой нәрсені мотивация жестко болады, жоғары деңгейде. Потом бір еңбек ету керек, энергия құртасың, миың уже айқайлай бастайды, жоқ там не істемей қой, жасамай қой деген сияқты. Сондықтан да ол нормальный нәрсе. Түсіндіре алдым ғой? Сондықтан да главный просто жасай беру. Түсіндіре алдым ғой, Енді Назым Хикмет деген кісі айтып кеткен ғой, мынандай сөз бар. Сен жанбасаң лапылдап, мен жанбасам лапылдап, кім жанады лапылдап. Сондықтан да көздеріңізде всегда от болсын, рухтарыңызда, жүректеріңізде всегда от болсын, сол кезде өзіңіздің қалаған бұйырса нәтижеңізді аласыздар. Бүгінгі сабақ сіздерге түсіндікті болды деген ойдамын. Қарапайым сіздерге барлығын түсіндіріп бердім, қалай болатын, не болатын. Сондықтан да бұйырса алдағы сабақтарда көріскенше сау саламатта болыңыздар. Тағы да сәлем, қалайсыздар? Бүгінгі біздің сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақ өте маңызды сабақ, себебі кәсіпкер болғандықтан кәсіпкерге ең маңызды нәрсе ол ойлау қабілеті, мышление, кәсіпкердің ойлау қабілеті керек. Сондықтан да осы сабақта сол туралы сөйлесетін боламыз. Түсіндіре алдым деп ойлаймын, Кеттік. Ең бірінші жаңа талқылайтын нәрсе бұл қорқыныштар. Қорқыныш всегда болады. Ол всегда, оны алып тастай алмайсың. Адамның өмірінде всегда қорқыныш болады. Менде де бар, ол Билл Гейтсте бар, ол президентте бар, Илон Маскта да, любой адамда қорқыныш бар. Бір істі бастар алдында по-любому қорқыныш болып тұрады. Қалай болады, жасамай өтпей қалады, болмай қалады деген сияқты. Ол нормальный нәрсе. Оны қабылда сен, біздің миымыз всегда андайда, мен всегда қорқынышты сезім бар, мен всегда қорқып жүрем, мен неге сондаймын деп, ол үйтіп өзіңді жей берме. Барлық адамда бар ол нәрсе. Ол нормально деп қабылда. Керісінше қорқыныш болды ма, сол қорқынышқа қарай бар. Мен всегда сөйтем. Бір жаңа проект басар алдында всегда сөйтем. Бір саламен. Мен өзім қазіргі таңда өте көп деген жобалармен айналысам, товарный бизнесте болсын, услугада болсын деген сияқты. Айналысқан кезде болады. Мен жерге мен ақша салайын деп отырмын, ақшам жоғалтып алады сияқты деген қорқыныштар болады. Бірақ мен по-любому жасап көрем. Бизнесте ең главный нәрсе айтайын, не екенін айтайын ба? Интуиция. Всегда интуицияға сену керек. Жүрек ешқашан алдамайды. Түсіндіре алдым ғой? Интуиция, всегда интуиция болу керек. Сондықтан да қорқынышқа қарай жүресің, қорқыныш это сигнал. Сол жаққа қарай барасың, оны қорқыныштың артында жаңа деңгей тұр. Түсіндіре алдым деп ойлаймын, всегда қорқыныш ол нормальный екені өзіңнің миыңға сіңір. Всегда қорқынышқа қарай бар. Всегда. Түсінесің? Мынаны жасасам, в принципе, өзің мынандай сұрақ қой,
Мысалы көбіміз жаңа айтқандай мынандай сезімдер бар да, бизнес ашудан қорқатын адамдар бар. Иә, меніңше бизнес ашудан емес, ашпаудан қорқу керек та. Сен өміріңді осылай жалғастыра беруден қорқу керек. Өзіңе сұрақ қою керексің да, мен Абылай, мен өзім дайынмын ба осылай өмірімді жалғастыра беруге? Еш нәрсе істемей, еш нәрсе ашпай. Түсіндіре алдым ғой? Сен қазір бастамасаң, онда бастамайсың да уже. Қазір бастамасаң, онда вряд ли ертеңнің берекесі жоқ дейді да, былай айтқан кезде. Ертең деген нәрсенің берекесі жоқ. Сондықтан бүгін қазіргі моментте жасап тастау керек. Лучше идеальный жасағаннан көрі идеальный жасамаған жақсы да, просто бастап кеткен жақсы. Қорқыныш болып тұр, сол жаққа барасың да істеп кетесің. Түсіндіре алдым ғой, иә? Сондықтан да егер де сен өзінің қорқынышында қалып қоятын болсаң, сол деңгейде қалып қоясың. Ал егер де соған қарай баратын болсаң, жақсы ақша табасың, жақсы өмір сүресің. Ақшама көбісі маған жазады да, неге там соңында возражение болады, неге сондай ақша туралы айта бересің, неге біз ақша емес қой маңызды деген сияқты. Ақша біздің өмірімізде ол маңызды. Ақша ол сенің бір мақсатыңа жеткізетін бір инструмент. Түсіндіре алдым ғой? Ақша біздің өмірімізге керек нәрсе. Сен сол ақша арқылы ата-анаңа көмектесе аласың ертең. Вдруг ауырып қалатын болса, балана көмектесе аласың, өзің жақсы өмір сүре аласың. Сондықтан да ең үлкен мотивация ол айтқан кезде кедей болу деп ойлаймын. Ең үлкен мотивация кедей болып қалу. Түсіндіре алдым ғой? Сондықтан да біз айтқан кезде жақсы ақша тауып, өзімізге көмектесеміз және айналамыздағы адамдарға көмектесеміз. Жаңа айтқандай, иә, қазір не ақша туралы айта бересің деп айтуы мүмкін. Енді мынаған қараңыз. Маған өте қатты әсер еткен осы Абайдың мына сөздері болды. Егіннің ебін, сауданың тегін үйреніп, ойлап мал ізде деп. Адал бол, бай тап. Адам бол, мал тап деп тұр. Көріп тұрсыздар ғой, иә? Абайдың өзі айтып тұр. Адам бол, иә, адам бол, мал тап деп тұр. Мал дегеніміз сол заманда, қазіргі замандағы былай айтқан кезде ақшаны малмен есептеген ғой. Келсеңіз ғой, өзін алып, өз салаңды дамытып, жаңағы өзінің Instagram арқылы бизнесіңді ашып, немесе услугыңды дамытып дегендей сияқты, өзінің қызметіңді дұрыс сатуды үйреніп дегендей сияқты. Түсіндіре алдым ғой? Ақша тап, бірақ адамның кейпіңді жоғалтпа деп тұр. Түсіндіре алдым, иә? Абайдың сөзін сіздерге жіктеп түсіндіріп бердім деп ойлаймын. Сондықтан да көп ақша тауып та адам болып қалуға болады. Сондықтан да баланс ұстап білу керек. Бізде андай ғой, көп ақша табатын адам жаңағы қатыгез бір сондай болып бізді миымызға сөйтіп сіңіріп тастағанда, сол үшін бізге ақшаға деген не жабық та, көп ақша тауып жететін ақша тауып жүре берейік деген сияқты. Көп ақша табу керек, бірақ адам болып қалуымыз керек. Түсіндіре алдым деп ойлаймын, кеткендеше. Сондықтан бизнес ашудан қорықпау керек. И чё, там бір сәтсіз болып қалады, провал болады, это нормально, это неизбежно, оны алып тастай алмайсың. Өлім бізде неизбежно ғой, по-любому түбінде өлесің ғой. Тура сол сияқты провал неизбежно, по-любому провал болады. По-любому бір таргет жібересің, бір баннерің дұрыс емес болып қалады, салан атпай қалады, бір таңдаған саланда. Это нормальный нәрсе ғой, ол нормально, он зачем оны там не істеп бір стрессовать етіп, депрессовать етіп қажеті жоқ. Осылай қабылдасаң, миыңа сөйтіп айтасың. Тым Абылай нормально ғой, там бүгін болмай қалды, там, бүгін лид келмей қалды, это нормально. Это не значит, что там вообще ол сала сатылмайды дейтін сөз емес. Значит, канал продажа дұрыс емес, баннер дұрыс емес, таргет дұрыс емес, тағы басқа бір нәрсе сияқты. Мысалы, бір сала таңдағаннан кейін. А біздің миымыз всегда сөйтіп жасайды да, болды, сен неудачниксің, болды, там провал болды, дым істей алмайсың дегендей сияқты. Түсіндіре алдым ғой, иә? Сондықтан да ол үшін сен бір провал жасасаң, сені ешкім соғып тастамайды, сені ешкім түрмеге тастап тастамайды, сені біреу ешкім өлтіріп кетпейді. Это нормально нәрсе. Всегда осылай миыңа қоятын болса, мен всегда сөйтем. Бір нәрсе провал жасайын, 10 проект жасаймын, соны екеуі атуы мүмкін. Это нормально. Нормально нәрсе. Одан мен не істеп қалған жоқ, өліп қалған жоқпын ғой. Керісінше шындаласың. Кәсіпкердің духы шығады сенде. Кәсіпкердің духы болады да, былай айтқан кезде. Кәсіпкердің ең главный нәрсесі, былай айтқан кезде, ондай ақылды емес ол кісілер. Олардың духы мықты да. Олардың духы мықты. Сондықтан да провалдарды жинау арқылы сенің духың көтеріледі. Сәйкесінше кез келген бір жобаға айналысқан кезде с уверенностью, сенімділікпен спокойно айналысасың. Түсіндіре алдым деп ойлаймын, сондықтан да одан қорықпау керек, провалдан дегендей сияқты. Одан да ақшасыз еш нәрсеге жетпей өмірді өткізіп аудан қорқу керек. Көрдіңіздер ғой? Қорқатын болсын, осы нәрседен қорқу керек. Кеттік. Енді кәсіпкердің мышлениясында перфекционизмге орын жоқ. Перфекционизм деген нәрсе бәрі идеальный жасаймын деген нәрсе. Идеальный еш нәрсе жоқ бұл өмірде. Түсіндіре алдым ғой? Мына мысалы iPhone шығу үшін қаншама қателіктерден өтті да? Басында там бір жер жасамай алып, бір фотосы дұрыс емес болды, андай-мындай болды деген. Это нормальный нәрсе. Жаңа айтқандай, бірінші сабақта айттым ғой, кез келген нәрсені 3-ке жасап көр, 4-ке жетілдір, 5-ке түзе. Главное бастап кету. Менде де өзімнің оқуыма келеді, жеке оқуыма, сол кезде
тапсырма берем, бастамай кетеді, бастамайды да келесі күні осы орындап келу керек. Неге десем, там идеальный болмай тұр, мынандай сен онда жүре бересің. Көп ойланба да, көп ойланба. Пример схеманы түсініп тұрсың, бастапқы уақытта просто бастап кету. Дальше в процессе көресің, там қателесесің, жасайсың, дальше жетілдіріп аласың да. Түсіндіре алдым ғой, кәсіпкердің несіне ондай нәрсе жоқ. Сондықтан да перфекционизмді алып таста. Түсіндіре алдым ғой, любой нәрседе кемшілік болады, идеальный нәрсе жоқ. Таргет жүрмей қалады, баннер дұрыс емес болып қалады, там аудитория дұрыс емес болып қалады. Салада болмай қалуы мүмкін, сен қазір бір сала таңдайсың, атпай қалуы мүмкін, это нормально. Оны идеализировать етпе ол нәрсені. Хорошо? Барлығын түсіндіре алдым деп ойлаймын. Осы нәрсені, осы мышлениедағы перфекционизмді алып тастауымыз керек. Келесі бизнесменнің мышлениясында жылдамдық бәрін шешеді. Мынандай сөз бар: быстрота это все. Быстрота миллиард есе маңызды, чем идеальный гипотеза. Біз идеальный гипотеза сызуымызға болады қазір. Бүйтіп план жасаймын қазір, бүйтем, деп күштейді да. Но сен сөйтіп деп жазып отырған кезде біреу келді, осып кетеді сені. Сондықтан да быстрота это все. Надо быть быстрым. Всегда тез. Қазіргі заманда тез жасау керек. Бүгін келді, жасап көрдің, атпай қалды, ауыстырдың, баннер ауыстыра салдың, таргет дұрыстай салдың, бүйт салдың. Все болды. Күнделікті сенде действие көп болу керек та. Күнделікті жылдамырақ тез действие ету керек. Жаңа айтқандай, быстрота это все, а умных можно нанять. Ақылды адамдар жылдамдық бәрін шешеді, ақылды адамдарды жалдап ала салуға болады. Жаңағы мысал айтқан кезде сен баннер жасау керек, өзің просто бит жасай саласың, потом бар бір күшті дизайнерға да беруге болады ғой. Потом өзің былай жасап көресің, сен жіберіп көресің. Түсіндіре алдым ғой? Главный жаңағы неде тақырыпта айтқандай, главный бізде идеализировать етпеу, идеальный жасауға шығаруға не істемеу, и жаңа мынау жылдамырақ жасау. Идеальный жасамайсың, и тез жасай бересің. Түсіндіре алдым деп ойлаймын, Енді все сен шансында жіберіп алдың. Жаңа айтқан кезде сен егер де дәл уақытында жасамасаң, ең үлкен өкініш осы. Сондай бар да, мен көп таныстарым бар. Мен қап сол кезде жасап қалуым керек. Қап сол кезде тез жасап қалуым керек деген сияқты. Сондықтан да осылай өкініп отырмау үшін қалай бар? Мынандай сөз бар да, бар ресурспен максимум нәтиже жаса. Бар ресурс, не бар қазір мына нәрселерім бар, сонымен максимум нәтиже жасап көр. Түсіндіре алдым ғой? Қараңыздар, мен көптеген адамдармен жұмыс істегеннен кейін байқағаным, нәтиже шығарған адамдар бәрін жылдам істейді. Тез бәрін жасайды да. Бүгін мысалы мен сондай бар, қазір бір идеяны естіп қалдым, мен сразу беремін да, ана жасап отырады да, и все, ертең уже дайын тұрады деген сияқты. Сондықтан да всегда тез жасау керек. Енді ленивец деген жануарды білесің ғой. Ленивец деген жануар бар, тоже сондай бір мультфильм бар, деп отырады да, бүйтіп бір кнопканы басу үшін ұзақ уақытта былай айтқан кезде, ол өте былай айтқан кезде баяу қимылдайды да. И аты айтып тұр да, ленивец, яғни жалқау деген сөзді. Сондықтан да слишком баяу, медлительный болуға болмайды. Түсіндіре алдым ғой? Быстрота это все. Идеализировать етпейсің. Алып қалай бар, солай сала бересің. Просто біз неге істемейміз оны неге істемейтін жауабы, потому что біреу не дейді деген сұраққа. Сол үшін уайымдаймыз да, ертең біреу не деп қалады деген сияқты. Сондықтан да біреудің мнениесі вообще керек емес. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Кеттік. Келесі мәселе, жаңа айтқандай, қателіктерден қорқу. Это стандартный. Бәріміз неге жасамадым десе, көп осы жүздеген айтқан кезде кәсіпкерлермен разбор жасадым, көптеген енді басайын деп тұрған адамдармен разбор жасағаннан кейін түсінгенім, бір тапсырманы бергеннен кейін жасамайтыны, потому что провалдан қорқады. Неге? Потому что болмай қалады-ау деген ода қорқыныш бар да. Түсіндіре алдым ғой? Қателіктен қорқады да. Жаңа айтқандай, өлім бізге неизбежно ғой, по-любому өлесің ғой түбінде. Қателік тоже самый. Қателік по-любому болады. Түбі ертемен кешпе қателік болады. Түсіндіре алдым деп ойлаймын, Сондықтан да қателік жаса, тұр, сүрін, құла, түбінде жетесің по-любому. Мен ондай адам көрмедім, бір қателік жасамай, бәрін бүйтіп күшті өтіп кеткен, бір бүйтіп бәрін күшті по маслу өтіп кеткен адамды көрмедім. По-любому мынандай нәрселер, взлеты, падение. Менің өмірімде де ондай нәрселер өте көп болды да. Мен соның арқасында шыңдалдым да, былай айтқан кезде. Қазіргі дәрежеге жетіп отырмын. Сондықтан да это нормально нәрсе. Қателік это болады. Көп қателес, сәйкесінше тәжірибе аласың. Түсіндіре алдым деп ойлаймын, Жаңа айтқандай, бизнесте қателіксіз болмайды. Бизнесте әр қателік ол жаңа гипотеза. Тексеріп көрдің, мынау өтпей қалды, все, болды. Жұмыс істейтін, яғни нәтиже беретін гипотезалар бар. Мысалы, істеп көресің, мынау істейді, мынау істемейді деген сияқты. Мысалы, мен осыған дейін қаншама бизнестерге разбор жасадым да, былай айтқан кезде. Мынау нәрсе істейді, нәрсе істемейді, мен білемін да уже. Мына нәрсе істесем болады, мына нәрсе істемесем болады деген сияқты. Түсіндіре алдым деп ойлаймын, Кеттік. Енді келесі кәсіпкер адам басқа қарапайым адамдардан ерекшелендіретін бір қасиет, ол жауапкершілікті өзіне ала алады. Сенің бизнесің тек саған ғана керек. Түсіндіре алдым ғой? Сондықтан да сенің бизнесің ол саған керек.
Сені бизнесің жайлы жаңағы SMM-шік, маркетолог, таргетолог ойламайды. Оларға керек емес. Сені бизнесің, олардың да өз проблемалары бар. Кейбір адамдар ойлайды, мен бизнес ашамын, сосын братишкаларыма тапсырып қоямын, сосын там пассивный доход тауып отырамын деген сияқты. Түсіндіре алдың ғой? Сенің бизнесің ол тек қана саған керек, жауапкершілікті өзің алу керексің. Сен бір кәсіп қазір стартовый бастайсың, бұйырса ол өте қарапайым да, жаңа бір товарный бизнеспен айналысу деген сияқты. Сондықтан да ең басты керек нәрсе ол жауапкершілік. Енді сен қазір өзіңнің жаңа салаңды таңдағаннан кейін, бұйырса, келесі сабақтарда бұйырса ол туралы болады. Таңдағаннан кейін, баннерін жасағаннан кейін, рекламасын жібергеннен кейін, клиент келгеннен кейін, бастапқы бір капитал жинағаннан кейін, содан кейін кәсіпкер үшін ең мықты нәрсе ол өзінің команданың болуы. Бұл өте маңызды. Себебі команда болса, сен ары қарай тағы да X10 дами аласың да. Түсіндіре алдың ғой? Бастапқысында өзің бәрін жасап көресің. Өзің там баннер жасап көресің, өзің таргет жіберіп көресің. Ол сабақтар бар алдағы уақытта. Бәрін өзің істеп көресің, бәрін өзің сатып көресің дегендей сияқты, бәрін өзің стористерді өзің істеп көресің. Потом барып оны командаға бұйырса ақша жиналғаннан кейін, капитал жиналғаннан кейін оны командаға тапсыра аласың. Түсіндіре алдым деп ойлаймын, Содан кейін ең бастысы кәсіпкер болғаннан кейін мына қағиданы жаттап ал. Қиындатпа. Хорошо? Не усложняй. Бізде көбінесе қиындатып жібереміз да, слишком. Формула қарапайым да. Қазір біз саламызды таңдаймыз. Өзің товарный бизнеспен айналысқымыз келсе, саламызды таңдаймыз, саламызды. Содан кейін оған упаковка жасаймыз Инстаграмға, бірінші анализ конкурент, бәріміз упаковка жасап, содан кейін баннерін жасап, таргетін жіберіп, содан кейін сатамыз. Бұл формула қарапайым бастапқы уақытта да. Сондықтан да біз слишком қиындатып жібереміз да, бүйтіп слишком ұзақ план жазып деген. Сондықтан схема қарапайым, бұл сабақтардың барлығы поэтапны беріліп тұр сіздерге. Сол схема бойынша жасайтын болсаң, нәтижесін аласың. Бұл бірінші рет істеліп отырған нәрсе емес. Осыған дейін мен өзім страницамда бар, қаншама адамдар нәтижесін алып жатыр да. Сондықтан да егер по формуле жасайтын болсаң, по схеме нәтижесін бұйырса алатын боласың. Түсіндіре алмаймын, Жаңа айтқанда көбісі бизнес бастамай жатып қиындатып жібереді. Жаңағы реклама қалай жасаймын, жаңа айтқан сияқты, поставщик қайдан табамын, ол маған өз бағасына бере ме, доставканы қалай жасаймын деп әр нәрсені қиындатып жібереді да. Жаңа айтқанда все просто. Осы сабақта берілген формула бойынша, схема бойынша бәрін жасайсың, и сәйкесінше бұйырса нәтижесін алатын боласың. Так что қатты қиындатпа, және көп ойланба. Не нәрсе айтылады, сол нәрсені просто жасап көрші, 3-ке болса да. Потом уже 4-ке жетілдіріп 5-ке түзейсің. Түсіндіре алдым деп ойлаймын, Сонымен, бүгінгі сабақта біз кәсіпкер, яғни бизнесмен адамға тән мышленияны талдадық, Қандай болу керек, мышлениясы қандай болу керек. Сабақта айтылған әр маңызды инсайттарды түртіп жазып отыр, и бірден сол нәрселерді былай айтқан кезде қолданып таста. Кәсіпкерге ең керек нәрсе ол образ мышления. Мышлениясы. Егер де сен настроен дәл жаңағындай айтылған этаптарға сәйкес келетін болса, дәл сондай ойлау қабілетпен жұмыс істейтін болсаң, сенің бизнесің бұйырса қадайғы Алла қаласа бұйырса жаратын болады и табатын боласың табысын. Сондықтан да біздің нарық былай айтқан кезде әлі былай толмаған. Нарық бос. Просто жасамайды, просто жасамайды. Слишком қиындатады, идеализировать етеді, қателік жасаудан қорқады деген сияқты. Енді осы мышленияда жаңағы нәрселерді алып тастайтын болсаң, просто тупо жасайтын болсаң, айтқан нәрселердің бәріне, и сол кезде бұйырса нәтижесін алатын боласыңдар. Түсіндіре алмай, қанша көп кітап оқысан да, курстарға қатыссан да, мышленияң қате болса, мына жаңа айтқан нәрселер дұрыс емес, қате болатын болса, онда ешқашан нәтиже келмейді. Түсіндіре алдың ба? Сондықтан ең главный нәрсе ол сенің ойлау образың. Окей? Сондықтан да бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Мен сіздерге сабақтардың барлығын жан тәніммен түсіндіріп жатырмын. Сондықтан да осы айтылған нәрселерді бұйырса қолданыңыздар. Жақсы ма? Маған керек нәрсе, мен айтсам ұмытып қаласыздар. Егер қолданып көрсеңіз, нәтижесін аласыздар. Хорошо? Сондықтан да бұйырса өзіңіздің қалған нәтижеңізге жетесіздер деген ойдамын. Бұйырса келесі сабақтарда көрсеміз, әр сабақтарды қарағаннан кейін конспект жазып, сол тапсырмаларды орындап отырыңыздар. Все, давайте бұйырса кездескенше сау саламатта болыңыздар. Тағы да сәлем, чемпион! Қалай, настрой боевой деген ойдамын. Кеттік, бүгінгі сабақтар шектеулер деп аталады. Адам белгілі бір жылдар бойы өмір сүргеннен кейін өзіне бір шектеулер қойып алады. Шектеу деген нәрсе сенің миыңда бір қалыптасып қалған бір нәрселер. Точнее, ол шектеулерді біз айналамыздағы адамдардан, жаңалықтардан, ата-анамыздан өзімізге қабылдап аламыз. Шектеулердің мысалдары мынандай. Біріншіден, ақшам жетпейді, қолымнан келмейді, бұл слишком қымбат, техниканы қолдана алмаймын, ой, менің жасым келді, қазір жастардың тілін түсінбеймін, тағысын деген сияқты. Бұл сенің миыңдағы жай шектеулер да. Түсіндіре алдым деп ойлаймын,
Ең жиі кездесетін шектеу ол бизнес бастауыма алғашқы капитал, яғни ақшам жоқ. Көбісіне осындай. Ақшам жоқ деп айтады да. Былай айтайын, негізі бизнесті бастауға көп ақша қажет емес. Саған керегі тек телефон, Instagram приложениясы, телефонның камерасы и реклама, фотолар салуға, где-то там бір рекламаға, таргетке жіберуге фотосы бір 30-50 мыңдай керек та, бастапқы форматта. Көп ақша емес қой, бәлкім 30-50 мың теңгемен бастауға болады. И сосын көбісі былай ойлайды екен. Бизнес бастау үшін алдымен товар сатып алуым керек, склад жалдауым керек, жоқ, мүлдем олай емес. В принципе, жаңа ақшада да бір достарыңыздан да пока что просто рекламаға, таргетке жібербеу керек. Там баннерді өзін жасай баласын. Просто рекламаға, Фейсбукқа рекламаға керек. Жаңағы товарда бастап сатып алып та қажеті жоқ. Именно товарный бизнеспен айналысатын болсаң да, біз айтқан кезде. В принципе, сені кәсіпкердің мышлениесі всегда мүмкіндіктермен ойлайды да. Жертва болмайды, ол шектеу жоқ оның миында. Ол всегда возможность деймін, ол проблемаға қадалмайды. Біз всегда келеміз бір проблемаға қадала береміз да, осылай келеміз да қадаламыз. Проблемамен ойлама, мүмкіндікпен ойла. Мүмкіндікпен, возможностьтармен. Түсіндіре алдым ғой. Қалай аз ақшамен тиімді бастауға болатынын мен курста айтқан кезде барлығын по порядку айтып беретін боламын. Келесі шектеу, мен компьютер тілін білмеймін, Instagram түсінбеймін, техника жоқпын деп айтады көбісі. Бұл курста саған ноутбукты қалай қосып өшіру керек, оны нәрсе айтпаймыз ғой, YouTube-тан қарап алсам болады деген сияқты. Сосын Instagram қалай қолданып жазып білмеймін дейді, бір биолар деген. Ол қарапайым нәрселер. Оны былай айтқан кезде YouTube-тан да қарап алсаңыздар болады. Түсіндіре алдым деп ойлаймын мен сендерге. Келесі шектеу, өзімді камераға түсіруге ұяламын, туысқандарым не айтады, достарым күледі дейді. Ол нәрсе вообще керек емес. Біреудің ойлауы вообще бір 1040-ші орында тұру керек. Зачем саған біреудің мнениесі? Зачем саған біреудің мнениесің? Қажеті жоқ. Өзің ол шектеулер ғой миымызда. Ана істеу керек, ана болмайды, ана бүйтіп қалады деген сияқты. Түсіндіре алдың ба? Ешкім саған келіп сторис түсіріп те айтпайды. Түсірме деп те айтпайды. Мысалы, сторис түсіріп жатсам, бізде бар сабақтар, сторис түсіру керек деген сияқты. Түсірме деп те ешкім айтпайды. Түсіндіре айттым ғой. Сондықтан да біз өзіміз солай ойлап алғанбыз. Там біреу түсірме деп айтады. Қорқамыз да, потому что біреудің мнениесі ғой. Біреу не деп қалады, анау не деп қалады деген ой да бізде. Зачем біреудің ойы қажеті жоқ. Түсіндіре алдым деп ойлаймын, кеттік. Келесі шектеу поставщиктерден қорқу. Поставщиктер олар да сен сияқты кәсіпкер адам. Оларға постоянно клиент керек. Түсіндіре алдым ғой, олар саған ұрсып бермейді, наоборот, қуана сенің ұсынысыңды қабыл алатын болады. Поставщикпен жұмыс істеу, қалай ұсыныс айту, идеяны сату туралы осы курста бәрін по полочкам айтып береді. Просто сенің қазіргі бұл сабақтарды өтіп отырған сенің мышление ғой, ойлау қабілетін. Сен қазір дұрыс емес, авария болып отырған миымен қазір сала таңдайсың, реклама жасайсың, баннердің бәрін жасап жібересің, сата алмайсың. Все, депрессия сенде, стресс болды, на курс жауап тастайсың. Сосын айтасың, Ернар, мен сенің курсына дым нәтиже алған жоқпын деп. Потому что сенің мышлениең дұрыс емес, да? Түсіндіре алдың ба? Потому что мышлениең дұрыстау керек. Қашан сенде дұрыс ойлау образы болады, қашан сен шектеулерінен арыласың да, нақты четко болады, и сол кезде сен осы курста айтылған нәрселерден реально айтқан кезде нәтижесін алатын боласың. Түсіндіре алдың ба? Былайсын қатты айтып жатыр деп несе қалмаңыз, бірақ сен саған түсіндіргім келеді осы нәрсені. Хорошо? Түсінікті болды деп ойлаймын. Бұл шектеудің барлығын миыңыздан алып тастаңыз. Енді не істеу керек? Ақпарақ аласың, ақпаратқа А4 аласың, дәптер аласың, сол жерге по полным жазасың. Барлық шектеулерді. Біріншісі, үлкен бизнес жасау үшін үлкен ақша керек. Жазасың, мынандай шектеу бар. Ол үшін үлкен қалада тұру керек, тағы шектеу. Бұл сенің ойындағы просто бір воздушный, бір жақтан келген, жаңа ата-анаңнан тағы бір жерден келген миындағы шектеулер, убеждение деп айтады да. Убеждениялардың себебі. Мысалы, бір кісі болды сондай, бір көп ақшадан қорқады екен да, үлкен ақша табуға. Неге? Себебі кезінде ата-анасының үйінде, ата-анасы болғанда ағасы кезінде сотталып кеткен екен да, осы ақшаға, көп ақша табудың несінде бір дұрыс емес ақша тауып. И ана баладан миында автоматом қалып қойғанда, көп ақша тапсам, мен ертең сотталып кетуім мүмкін деген сияқты. Ол да шектеу ғой, миындағы убеждение да. Ол убеждение бір мысалмен келді да, миына қатып қалды. Үлкен ақша табу зиян, үлкен ақша тапсаң жаман болып кетемін деген сияқты. Шектеулердің бәрін жаз. Сенің ойлап жүрген нәрселерін қоғамның салып берген миыңға бір шектеулері. Түсіндіре алдың ғой? Сондықтан да миыңды таза ұстауда жаңа установкаларда миыңға құй. Бизнес жасау оңай. Оны минимальный бюджетпен жасауға болады. Поставщиктер де сен сияқты адам, таргетте де нормально жүрсе болады. Ол бәрін үйреніп алуға болады. Бәрін бизнесті адам жасағанда адам жасай алады деген сияқты. Өзіңге миыңға соларды сіңіретін боламыз. Түсіндіре алдың ғой? Енді дәлше сен бизнесменсің. Ал бизнесменде мұндай шектеулер, жаңағындай болмайтын шектеулер болмайды. Түсіндіре алдың ба? Осымен біздің курстың бірінші модулі аяқталды.
түсіндіре алдым, иә? Үй тапсырмасы жаңағы айтылған нәрселерді шектеу ақпаратқа жазып, нақты барлығын жаз. Айтылған сабақтарды тағы да сабақты көріп миыңа сіңір. Осы нәрсені өзіңе қайтадан оқып, өзің түсін да, реально түсіну керек. Біз кейбір кезде естиміз да, бірақ оны не до конца түсінеміз да, қолданбаймыз. Просто жаңа қандай сериал ретінде қарап отырамыз. Сондықтан да реально айтылған нәрселердің бәрін қолдан. Түсіндіре алдым ғой? Және сіздерге .А және .Б деген сауалнама анкетасын сілтемесін тіркеп қоямын. Сол анкетаның сұрақтарына жауап беріп, өздеріңіздің А және .Б точкаларыңызды анықтаңыздар. Түсіндіре алдым ғой, барлық жауаптар маған келеді. Мен барлық жауаптарды қарап, өзім үшін анализ жасап аламын. Түсіндіре алдым деп ойлаймын барлығым. Сондықтан да ең главный нәрсе до конца бару. Бізде барлығы ойбай деп жасайды басында, ең соңында просто до конца бара алмайды. Бәрі мақсат қоя алады, бірақ до конца бара алмайды. Егер де сен до конца баратын болсаң, бұйырса өзіңнің нәтижеңге жетесің. Все, давай, удачи.